Сәлем достар, торпақ знагына арналған қараша айына астрологиялық прогноз жасағым келіп отыр. Яғни осы айда неден бастаймыз? Бірінші затмениялардан бастаймыз. Өйткені бізде 25 қазан күні солнечное затмение болды. Енді осы айда 8 қараша күні бізде лунное затмение болады. Яғни затмение дегенді бәріміз білеміз, білмегендер үшін айтып өтейін. Яғни бұл ай, күн және жер планеталары барлығы бір қатарға келіп тұрады. Яғни бұл жерде ортада жер планетасы тұрады, күн және ай планетасы сол жер планетасының жаңағы көлеңкесіне түседі. Сол кезде лунное затмение болады. Бұл лунное затмение сіздердің знактарыңызда болады, яғни торпақ знагының 16 градусында сіздердің бірінші домдарыңызда болады. Бірінші дом дегеніміз бізде бұл имидж, адамның имиджі, жаңағы адамның бет әлпеті десек болады, адам, яғни личность деп айтсақ болады, бірінші дом бойынша. Яғни осы дом бойынша сіздерде өзгерістер болады, және осы затменияда аспанда бір напряженный аспект болады, тау квадрат деген. Ол аспект бізде мынандай үшбұрышты аспект, тау квадрат деген. Яғни ол аспекттің ең үстінде Сатурн планетасы тұрады. Сатурн бізде всегда дисциплина, ол 10-шы домда тұр сіздерде. Ал екі жағында күн мен ай планетасы тұр. Яғни бұл нені білдіреді? Сіздердің осы затмение қандай да бір жаңағы карьераларыңызға байланысты, сіздерге жаңағы жұмыс арқылы түсетін ақша, жаңағыдай ақша, доходқа байланысты бір өзгерістер болады. Мүмкін сіз жұмысыңызды ауыстыруыңыз мүмкін, мүмкін сіз жаңағы жалақысы жоғары жұмысқа ауысуыңыз мүмкін, немесе жаңағыдай жұмыс істемеймін, мен мысалы басқа нәрсе істеймін деп өзіңіздің қоғамдық статусыңызды өзгертуіңіз мүмкін, карьералық жолыңызды өзгертуіңіз мүмкін, бір бизнес жасаймын деп шешуіңіз мүмкін, доходыңызға байланысты бір өзгеріс болады. Өйткені жаңағы 8-ші дом бойынша еще сіздерде 24 күні жаңағы новолуние болады. Новолуние бірдеменің бастауы деп жатамыз, всегда ай туған кезде. Және планеталарға тоқталып кететін болсақ, осы айда сіздер үшін 8-ші дом өте маңызды дом болып тұр. Өйткені 8-ші домда сіздерде 4 планета артарынан қатармен кіретін болады. Сондықтан 8-ші дом өте маңызды болып тұр. Және айтып өттім, жаңа алдыңғы айда Скорпион знагында болды, бізде жаңағы солнечное затмение. Солнечное затмение бойынша да өзгерістер деп алдында айттық. Яғни осы жолы жаңағы Скорпион знагының домы бізде 8-ші дом. Осы 8-ші дом сіздер үшін маңызды болмақ. Неге десеңіз, оған 16 қараша күні Венера планетасы кіреді. Яғни Венера планетасы 8-ші домға кірген кезде всегда 8-ші дом бойынша, негізі 8-ші дом өзі бір қараңғы, темный дом деп айтамыз ғой, сондай бір негативный дом деп айтамыз. Бірақ Венера планетамыз бізде өте жарқырап күн сияқты да, ол да жаңағыдай өте нәзік сондай планеталардың бірі, радостный, жаңағы удачливый планеталардың бірі. Сондықтан ол 8-ші домға жарық береді. Яғни сіздердің 8-ші домдарыңызға осы кезде мүмкін жаңағыдай зачатие болуы мүмкін, немесе сіздер бір өзіңіздің бір ұзақтан келе жатқан бір қарыздарыңыздан құтылуыңыз мүмкін, немесе жаңағыдай бір удачный инвестиция жасауыңыз мүмкін. Негізі бізде 8-ші дом тоже психологияға да жауап береді, психологиялық травмалар, жаңағыдай бұрыннан келе жатқан жаңағыдай бір өкпе, реніш деген сияқты. Сондықтан осы Венера планетасы 8-ші домдарыңызға жаңағыдай бір сәуле шашып дегенде, сондай бір жұмыстарыңыздың қайыры болады. Және де 8-ші домға Венера кірген кезде негізі сексуальный дом деп айтамыз, 8-ші домды. Яғни сіздердің сексуалды энергияларыңыз артуы, қатты повышенный болуы мүмкін. Одан кейін 17-сі күні осы 8-ші домға Меркурий планетасы кіреді.
Меркурий планетасы бізде всегда бір жұмыстар, қандай да бір документтер деп жатамыз, туысқандар, сіздердің жақын туысқандарыңыз, яғни сіздердің әпкелеріңіз, қарындастарыңыз деген сияқты, ағаларыңыз деген сияқты жақын туысқандарыңыз. Яғни Меркурий кіргенде 8-ші домға бұл жерде не болуы мүмкін? Негізі 8-ші дом айтып жатырмыз ғой, жаңағы инвестиция, кредиттар, жаңағыдай қандай да бір акциялар, страховкалар, сондай бір қаржылық мәселелер, яғни сондайға байланысты бір құжаттар, соларды жасауыңыз мүмкін, немесе жаңағы кредитқа, жаңағы бір жерден кредит алу үшін бір қағаздар беріп жатқан, одобрение сұрап жатсаңыз, немесе бір партнерлармен переговор жүргізіп жатсаңыз, жақсы жағынан сіздерге пайдалы жағынан проигрываться етуі мүмкін. Өйткені бұл Венера планетасы бар, Меркурий планетасы, және де 22-сі күні күн планетасы да сол жерге кіреді. Одан кейін ай планетасы кіреді. 24-ті күні ай планетасы кіргенде 24-ті бізде новолуние болады, 8-ші домда. Яғни новолуние деген бірдеменің бастауы деп жатамыз, бір жұмыстардың басталуы деп жатамыз. Мүмкін сіздер осы домда жаңағыдай бір шарт жасап, бір бизнес бастауды мүмкін, бағана айтып өткен тау квадрат аспекті бойынша бір қандай бір бизнес бастауыңыз мүмкін, бір өзіңіздің жеке кәсібіңізді бастауыңыз мүмкін, және жаңа адамдармен қандай да бір келісім шарт, қол қою деген сияқты жұмыстар болуы мүмкін 8-ші дом бойынша. Яғни бұл жақта Венера, күн планеталары болғандықтан жақсы жағынан шешілуі әбден мүмкін. Одан кейінгі планета бізде Марс. Марс планетасы осы айда толығымен сіздердің 2-ші домдарыңызда, яғни ретро қозғалыста, яғни артқа жүреді. Енді 2-ші дом бойынша бұл жерде сіздерде қаржы, комфорт, жаңағы недвижимость деп жатамыз, 2-ші дом ресурсы, яғни сіз өзіңіздің осы самооценкаңызға қандай да бір анализ жасауыңыз мүмкін, мүмкін самооценкаңыз төмендеп кеткен болса, Марс яғни ретро болған кезде осы домдағы проблемаларыңызды ашады, яғни осы нәрселерге қайтадан қара, осы нәрселерге көз сал, көз жүгірт, мүмкін осы жерде бір дұрыс жасамаған нәрселерің бар шығар дегенде адамға қайта пересматривать етуге, бұрынғы нәрселерді пересматривать етуге мүмкіндік береді Марс. Яғни 2-ші дом бойынша жаңағыдай самооценкаңыз, ресурстарыңыз, мүмкін бағаламай жүрген ресурстарыңыз бар шығар, өзіңіз жаңағыдай көрмей жүрген, мән бермей жүрген ресурстарыңызға басқаша қарай бастайсыз, немесе өзіңіздің жаңағы 2-ші дом доход дедік қой, лично өзіңіздің доходыңыз, яғни лично өзіңіздің доходыңыз мүмкін жаңағыдай аздау болып тұрған шығар, немесе көп болып тұр, бірақ сіз азсынып жүрген шығарсыз, осындай нәрселерге, яғни Марс артқа жүрген кезде сіздердің назарларыңызды аударады. 2-ші дом бойынша бүкіл нәрселерді переоценка ценностей дейді ғой, переоценка жасайсыз. Яғни бұл кезде керек емес нәрселерден сіздер арыласыздар. Всегда планеталар керісінше жүрген кезде переоценка ценностей дейді, яғни керек нәрсе, керек емес нәрселердің барлығынан құтылатын боласыз. Яғни керегін жібересіз, керек емесін жібересіз, керегін қабылдайсыз деген сияқты. Мүмкін сіз бір енді жаңағы новолуние болып жатыр ғой 8-ші домдарыңызда. Новолуние бойынша мүмкін сіздер жаңағыдай бір өздеріңіздің бір керек емес нәрселеріңізді сатып, машина болсын, миллион, жаңағы өзіңіздің бір ресурстарыңыз болсын, үй болсын, басқа нәрсе болсын, сіздер мүмкін керек емес нәрсені сатып, басқаша қарап, 8-ші домда трансформациядан өтіп, алдыңғы затмененің күші бар, солардың күшімен бір трансформациядан өтіп, психологиялық тазарып, сіздер жаңадан бір инвестиция жасауларыңыз мүмкін, партнерларыңыздың ақшасы, яғни сіз өзіңіздің карьералық жолыңызды өзгертсеңіз бәлкім, жаңағы басқа партнерлар тапсаңыз, солардан түсетін ақшалар, инвестициялар, немесе сіз салатын ақшалар, өзіңіздің жаңағы ресурстарыңызды салуыңыз мүмкін. Яғни осы 8-ші 2-ші домдар арасында қандай да бір өзгерістер болады. Және де осы Марс планеталарыңыз
осы айдың 8-9-нан бастап жаңағы сіздердің Сатурндарыңыз 10-шы домда тұр деп айттым ғой, сол Сатурндарыңызға гармоничный аспекті болады, трин аспектінде болады. Бұл аспект осы айдың аяғына дейін, келесі айға дейін аспанда тұратын болады. Яғни сіздердің Марстарыңыз 2-ші домда, ақшаның домында, ресурс, жаңа айтып өткен, сіздердің жаңағы Сатурндарыңыз 10-ші домда, карьералық домда. Яғни осы карьераңызға байланысты өзгерістер болады деген тағы бір дәлел деп айтсам болады. Яғни сол жердегі карьерный статусыңызда жаңа Сатурн тұр еще. Сатурн деген бізде всегда ответственности талап етеді, адамнан бір нәрсені мойныңа алып, өз мойныңа ответственность алып жасау керек деген сөз, карьераңызда. Яғни мүмкін сіз осы 2-ші дом бойынша ресурстарыңызды барлығын переоценка жасап, одан кейін барып сіздер 10-шы домдарыңыз бойынша көтерілулеріңіз әбден мүмкін. Сондықтан осы планеталардың энергетикасын тек жақсы жағынан қолданайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.